Тіршіліктің бастауы наурыз, наурыз, ақ арманның асқағы. Наурыз, наурыз, салт дәстүрі жаңғырған. Наурыз, наурыз, қазағымның аспаны. 83-84'ің жігіттері сахнаның қасына келе беріңіздер. 83-84'ің жігіттері сахнаға келіңіздер. Ақсақалдар бата берейін деп жатыр. 83-84'ің жігіттері сахна жаққа келе беріңіздер. Наурыз, наурыз, думандатты той басы. Наурыз, наурыз, жаңа күннің айнасы. Күрделескен қызғалдақтар жас дәурен. Туған елім жарқырашы, жайнашы. Наурыз, наурыз, тіршіліктің бастауы. Наурыз, наурыз, ақ арманның асқағы. Наурыз, наурыз, салт дәстүрі жаңғырған. Наурыз, наурыз, қазағымның аспаны. Наурыз, наурыз, тіршіліктің бастауы. Наурыз, наурыз, ақ арманның асқағы. Наурыз, наурыз, салт дәстүрі жаңғырған. Наурыз, наурыз, қазағымның аспаны. Seksen üç, 84'ің жігіттер келе қойыңыздар. Ай, бәрекелді. Ал енді ағайын, келесі сөзді мен аталарымыз келіңіздер. Мына 83-84'ің жігіттер мына жерге келе қойыңыздар. Мына жерге бейне таспаға бәріңіз түсесіздер. Бер келіңіздер. Ал аталарымыз батасын беріп, келесі жылға Құдай қаласа Алла нәсіп етсе, наурыздың мынау ауылдағы үрдіс эстафетаны табыстаса, бір ауыз баталарын берсе ақсақалдарымыз. Ал жігіттер келе қойыңыздар, ата келіңіз. Ал айналайындар, мына бүгінгі наурыз беріп атқан 81-82 жылғы бауырларымызға үлкен рахмет. Мына халық жиып, осыншалықты жаңа концерттік бағдарлама ұйымдастырып, елдің алғысын алып атқандарыңа Алла разы болсын. Барлықтарың отбасыларыңа береке бірлік ынтымақ, дендеріңе саулық. Алла барлық тілеген тілектеріңді артығымен берсін. Мына енді келесі жылғы наурыз айын өткізетін жігіттерге Алла сәттілік, ауыз біршіліктерің мықты болсын. Құдай қаласа биылғыдан да бетер жақсы өткізулеріңе өткізен деп сенеміз. Ақыреке. Не дейміз, мына құрметті айналайын інілерім, балдарым, мынау осы ауыл сендердікі. Сендер
Мына артымыздан еріп жатқан осы ұрпақтар, сендерден кейінгілер сендерден көреді, сендер біздерден көріп істеп жатсыңдар. Мынау істеп жатқан тірліктеріңе өте риза болып жатырмыз. Енді мен мынау биыл 81-82-лер рахмет сендерге. Өте жақсы өтті, бәрі жақсы. Енді мынау 83-84. Тілеймін сендерге барлығын, Алланың сұрап жарлығын. Қайда жүрсіңдер, адаспай, ізімен жүріңдер арылының. Жақсыларға, наларға теңелсен, еңкеймесін өреңсен. Әрбір істерің еленіп, марафатқа бөленсен. Ғұмырларың болсын шырайлы, үмітпен қарсы алыңдар күнайды. Қуансаңда да, қорсаңда да, ұмытпаңдар Құдайды. Қиындықтан қашпатым, орындалар мақсатың. Ұзақ жасап өмірде, арттарыңда қалсын. 83-84 деген жақсаттарың. Амин, Алла. Ал үрдіс эстафета 81-82-лерден 83-84-терге өтті. Бәрекелді, құтты болсын, Құдай қаласа келесі жылы Алла амандық берсе, 83-84-тің жігіттерінің наурызында аман есен жолға берейік. Жалғай береміз. Концерттік бағдарлама жалғай береді. Кәнекей. Наурыз достық, наурыз күн, барша халық бірлігі. Тағы келсе ұлыс күн, жалғасып ғалам тірлігі. Дей келе, назарларыңызда номер 9-шы Көлтоған жалпы білім беретін мектеп оқушыларының орындауында күй қарсы алыңыздар. Ал енді тағы да концерттік бағдарлама жалғасады. Ал енді осындағы келесі тамаша ән қазір ғана ортада жүргізуші қызымыз Арайлым қызымыз бенен Нұрдина қызымыздың орындауында керемет тамаша әдемі ән
Арайлым қызымыз бен Нұрдина қызымыздың орындауында. Бар адамның баласын, ата сыйла бардақтаған анасын, үлкенге де кішіге де иілген, пейіліне Құдай берген даласын. Бірін-бірі бауыр деген той тойлаған ауылменен, бірге көрген ауыр менен жерінді. Дәстүр салтын ұлықтаған, тілін дінін ұмытпаған, жақсы көрем қазақ дейтін елімді. Келсе барасылың беретін, жомарт халық бір Құдайға сенетін, ақын халық сөз маржанын теретін, батыр халық алысқанын жеңетін. Бірін-бірі бауыры деген той тойлаған ауылменен, бірге көрген ауыр менен жерілді. Дәстүр салтын ұлықтаған, тілін дінін ұмытпаған, жақсы көрем қазақ дейтін елімді. Бірін-бірі бауыры деген той тойлаған ауылменен, бірге көрген ауыр менен жерілді. Дәстүр салтын ұлықтаған, тілін дінін ұмытпаған, жақсы көрем қазақ дейтін елімді. Көрген ауыр менен жерілді. Дәстүр салтын ұлықтаған, тілін дінін ұмытпаған, жақсы көрем қазақ дейтін елімді. Бірін-бірі бауыры деген той тойлаған ауылменен, бірге көрген ауыр менен жерілді. Дәстүр салтын ұлықтаған, тілін дінін ұмытпаған, жақсы көрем қазақ дейтін елімді. Жақсы көрем қазақ дейтін елімді. Бәрекелді, Наурызымыз құтты болсын. Ал енді тағы да осы елдің ұлы Қаржаубай Үсен ұлдарыңыздың тамаша әдемі әні бар. Келе қойсын. Қасында көмекшісі бар бұның. Күндіз-түні бір тынбай дала кезгем шапқылап, туар едім өзіңе бала кезден ақ болып. Әнге бөлеп маңайды уасып тасып жатасың, ақ моншақтан аспанға шашу шашып жасасың. Сенің келіп жағаңнан анам талай су алған, сенің келіп жағаңнан әкем атын суарған. Айналайын ақ бола ғасыр салғам жағыңда, сенен артық өлгені бұл әлемнен табам ба. Арулайын еркелеп мұң бұрылған ақ болақ, айдың көлдің ашық боп күндірлаған ақ болақ. Сен болмасаң қырғылы ашылмайды ақ болақ, саған деген құмарым басылмайды ақ болақ. Сенің келіп жағыңнан анам талай су алған, сенің келіп жағыңнан әкем атын суарған. Айналайын ақ болақ ғасыр салғам жағыңда, сенен артық өлгені бұл әлемнен табам.
сүйіп келіп жатасың, бойыңдағы барыңды үйіп беріп жатасың. Тыңбай кетсем даламнан атырабын ақ болақ, тұнығыңа ойымды батырамын ақ болақ. Сенің келіп жанынан анам талай су алған, сенің келіп жанынан әкем атын суарған. Айналайын ақ болақ, азыр салғам жаныңда, сенен артық өлкені бұл әлемнен табам ба, сенен артық өлкені бұл әлемнен табам ба. Ақ болақ шақырады биікке, екіншісі шақырады пәктігімнен кейіпке. Ай, бәрекелді. Ал енді қайтып кетпеңіздер. Құдай қаласа наурызда өз мәресіне жетіп жатыр. Бірақ енді мына бетте қазір спорттық кешенімізде керемет спорттық жарыстар болады. Қомақты сый сияпаттар бар. Дегенмен барша келген әпке жеңгелер, қарындастар, ағаларымызды, апаларымызды бүгінгі наурыздың әдемі би алаңына биге шақырамыз. Ал әуездің музыкасы кетті кәні. Ансамблі кәнекей. Орта толтырамыз, келіңіздер. Би алаңына барлық кәні қыздар, жігіттер ортаға келіңіздер кәні. Наурыз құтты болсын ортаға. Күйзелгенде көңіл суып көрсететін өмір сүріп гүл аруымсың. Қабылдамай бір сыйымды үйрететін шын сүюді мұғалімімсің. Қызғанып та ұрысатын, ұрыспауға тырысатын әбігерімсің. Жүрегімді сез алатын, ауырғанда жазалатын дәрігерімсің. Миллионым, миллиардым, алтын, күміс, бриллиантым, қымбаттым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, ғарышымсың, ғашығымсың, жұмбақты менің. Миллионым, миллиардым, алтын, күміс, бриллиантым, қымбаттым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, ғарышымсың, ғашығымсың, жұмбақты менің. Мінезімді шаттап алған дарынды менің. Жан дүниемді дертке толған, жанарымнан зерттеп алған ғалымы менің. Талған басқа мен секілді, мүмкін емес сен секілді сәт сайын мынау. Жүрсем де мен қандай жолмен, сен деген қандай көрген патшайымым ау. Миллионым, миллиардым, алтын, күміс, бриллиантым, қымбаттым менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, ғарышымсың, ғашығымсың, жұмбақты менің. Кәні шақырамыз, кәні би алаңына келіңіздер. Барша балабақша, барша қонақтар. Кәні ортаға келіңіздер, кәні. 81-82-лердің беріп жатқан наурыз тойы құтты болсын. Кәні, есте қаларлықтай. Кәні, би алаңына келіңіздер. Қаршымсың, ғашығымсың, жұмбақты менің. Миллионым, миллиардым, алтын, күміс, бриллиантым, қымбатты менің. Дәуірімсің, ғасырымсың, қаршымсың, ғашығымсың, жұмбақты менің.
Assalamualaikum. Yang pahalı yerinde oturuyor. Navruz Meyramı şahlanmanızdır Ahmet. Ancaktan Asıbet'ten Özbekistan'dan geliriz. Yang pahalı olalım. Жаңа төрағамыз бір жұмыс кеткен екен, сол үшін таныстыруды мен тапсырып кетемін. Ал менің өзім атым Нәзірбай. Тәшкенде тұрамыз. Еркіндер барған сол Жамбыл ауылында тумасымыз. 1958 туғанмын. Жамбыл ауылынан. Ал енді біз сол Жамбылдамызды шымкенттегілерден айтып кетеміз. Үлкендеріміз мынау Жамбыл Ақсары көкеміз. Үмбетұл Ақсары көкеміз болады. 86. Ажағына Боранбай көкеміз. 41 жылдас. 84. Құда қаласа. Енді бұған бұяққа келеміз. Мынау Рахматулла деген ініміз Шымкентте тұрады. Мынау марқұм көкеміз. Ақжігіттік. Бостандықтан Абқайым көкеміз. Ана арықта. Бостандықтан. Бұлай келеміз. Мынау Қожа Ахмет. Бұнда жасы 68-ге келіп отыр. Оның бияғында Оранбай. Исабеков. Бияғында Ақсар көкеміздің ең үлкен ұлы Ерғали. Біздің ауылымызда ең үлкен бабамыздың баласы Жетісбай. Бұл біздің кәдімгі шешемізді көрсетеді. Мынау Құрған жігіт Әсімбек. Бұл Шымкентте жаңа өзіңіздер сол Шымкентте төрағасы. Бәйбидов Әсімбек ініміз болады. Ар жағында отырған мынау Астанадан келген Әлішер. Оның бияғында Әшір болады. Әшір келеді. Бияғындағы Кеңес. Жаңа Ерғалидан келген ініміз. Бияғындағы Бауыржан. Астана. Ана Хабибулла. Ол да Шымкентте? Шымкентте. Енді бияғы кім бар? Кесен ағайын аласың? Әдім? Әрсен. Ал енді біздер мынау ар жаққа отырған Сәйділар күнен таппайды. Біз осы сол жағына Өзбекстан жақтан Мьянмаға қаламыз. Амангелді елінің рахмет. Көрмеген көріп қалғаса ердің қолдарын жақсы. Дихан еді. Ең бірінші көрген Дихан еді. Сендерің сау болсын тағыласына. Еліміздің ең күн уақытында есен алып көп көріп көрсете берейік. Рахмет. Қазымызда келген ағайымыз бар. Мына айта кетейік. Осыдан 4 жыл алдық мұсылман ағамыз бүкіл Мьянманың басын қосқан білесіздер хабарларыңызда сол жерде Тауасыр көкеммен бір және екеуі сол жақтан ақсақал төрағамыз сайланған еді. Кейін біржан бауырларымыз сол жақта сайлауда айып болып ауысқаннан кейін қызметте орында Фараби болған. Қазір біржанымыз танысып кетсін. Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік ағайындар, бауырластар, жерлестер. Мынау бүгінгі жиналып отырған осы іс-шараны ұйымдастырып отқан Еркін ағамызға және қасында қосымша көмектескен Нұржан Сапаровалар барлықтарына үлкен рахмет. Осындай дастархан жайып, бізге ниет жасап, бізді елеп ескеріп, ағайын бауырлар бірінші кезекте айтып өткендей таныс біліс бола білу. Алдағы уақытта мейрамханалардың іс-шара жоспарларын бекіту екіншісі. Артық ағаларға рахмет. Біз келгеннен бастап өзінің үлкен кішігін пейілін көрсетіп отыр. Бізге рахмет. Мынау Қазығұрт жақта, Қазығұрт деген ескендеріміз
сол жақта Қызылқия деген ауыл бар. Жаңа айтып өткен қауымдастығының президенті Мүсілім сол ауылдан шыққан. Біз сол ауылда тұрамыз. Барлығымыз да Қазығұрт Қызылқия ішіндегі Миям қалаларының төрағасы, ауылдың ішінде өзіміз ағайындар болып сайлаған Тілабай деген атамыз, бұдан былай құдай қаласа, осы кісі жастарды да ұйымдастырып, үлкендерді ұйымдастырып, атсалысып жүрген жайы бар. Қауымдастығының шежіресін жазуға, оның ішінде Миямдардың кітабын жазуға, кеше жаңа табылып жатқан тастымда нәтиже көрсетуге. Енді таныстыра кетейік, Тілабай деген атамыз қазір зейнеткер, кеше ғана 70-ке толып, 70 жасын тойлаған жайы бар. Үлкен қызметтер атқарған ауылда, сөйтіп әкімшілік саласынан пенсияға шыққан жайы бар. Одан кейін енді үлкендерден бастайтын болсам, Қуандық деген атамыз отыр, жасы 85-ке келді. Ауылымыздың қазір не только қаңларын, ауылымыздың ақсақалы ең үлкен азаматты, үлкен кісі, қариясы осы кісі болып қалды. Қуандық деген атамыз ашкеде жасы 85-ке келіп қалды. Қызылқияның ең үлкен ақсақалдарының бірі. Одан кейінгі жастар бойынша таныстыра кететін болсам, жерде Әбдіғани атамыз отыр, Тәжібай атамыз отыр. Тәжібай атамыз ең үлкенде 57-ші жылғы Шынадыр Жұмабек, бірақ көпшілігі Тәжібай десеңіздер, ауылда көпшілігі осы кісіні танитын. Қазір зейнетте, ауылда бала неберелердің қасында, бала-шағаның қасында. Екінші үлкеніміз Жарылқасын деген атамыз отыр, оны келесі абайлық ағайындар көпшілік таныса керек. Жарылқасын деген атамыз жасы бұл кісінің 70-ке таяп қалды, 70 жасын тойымыз алдағы болыпты. Одан кейінгі үлкеніміздің Әбнаби деген көкеміз, бұл кісі де 1959 жылғы ауыл ақсақалдары, қазір зейнеткер, ауылда белсенді қаңлы кісілердің бірі. Одан кейінгі ақсақалымыз Тауасар деген атамыз, Тауасар деген көкеміз 1962 жылғы Қызылқияда Миям қаңлылардың ақсақалдар кеңесінің төрағасы. Одан кейінгі мына Садық деген атамыз отыр, көкеміз отыр, Райқұл 1961 жылы туылған. Ауылдың осы Миям қаңлылардың ішінде Жанақ деген топтың үлкен ақсақалдарының біріне айналған. Одан кейін жас бойынша айтқан кезде Бақыт деген көкем отыр. Сақып Бақыт 1964 жылы туылған, 63 жылы туылған, қазір үлкен қажы, жақында қажы болып келді, ауыл ақсақалдары. Одан кейін мынау Пердебек деген, Сәпейіт Пердебек деген ағамыз отыр. Бұл кісі мектеп мұғалімі, мектепте завуч болып жұмыс атқарады. Математика пәнінен үздік көрсеткіштер көрсетіп жүрген жайы бар 1966 жылы. Одан кейін Салдар деген көкеміз отыр. Баршамызды қазіргі оның ішінде Миямдарды барынша ұйымдастырып, әсіресе жастар тарапын ұйымдастырып алып келген бірінші бір кезекті себептер осы кісі. Ауылда өзінің шаруашылықтары бар. Сол. Одан кейінгі айта кететін одан кейін жас бойынша айта кететін болса, мынау Әлібек деген ағамыз келіп отыр. Биболов Әлібек 1985 жылы болған, ауылдың жастарының арасындағы ең мықты азаматтар, не только қаңлылардың арасындағы ауылымыздың ең мықты азаматтарының бірі. Одан кейін оны сыныптас болып келеді. Алмас тарихи болсаңыздар, Алмас Орманов, Жарылқасын атамыздың баласы, 1985 жылғы мектеп мұғалімі, музыка пәнінен сабақ береді. Сол алдағы мәдени іс-шаралардың белсендісі. Одан кейінгі інілеріміз болып келеді, Асхат деген дальнобойщик, бірақ осындай қаңлы десе жүрегі өріп тұратын азаматтардың бірі. Одан кейін алдыңыздағы Фараби, бұл жігіттерді көп мақтасам деген көп қылмайды. Бүкіл қаңлы қауымдастығының бүкіл Қазақстан бойынша, оның ішінде Қырғызстан да кіреді, Өзбекстан да кіреді, барлық қауымдастықтың хатшысы бұл кісі. Өзінің жасына қарамай, барлық шежірелерді жазып, бүкіл қаражатты да осы кісі жазып. Анау чаттарда сөйлеп жатқан, ақша беріңдер, ақша мынанша болды деп жатқан осы кісі. Бүкіл қаңлылардың Фараби деген осы жігіт.
Одан кейін мынау Жәнібек деген ініміз отыр. Бұл кісі енді ауылдың жарыстарының ішіндегі ең спортқа жақын осы жігіт. 1995 жылы туылған спортсмен. Меніңше бұл Қызылқия Қазығұрттан айтылған азаматтар осы. Бұдан кейін Құдай қаласа ауылымыздың мейрамханалары туралы тыңдап айтамыз. Қазір мына бізді мен өзім таныстырайын. Оның десін. Мына енді құрметті ағайындар, рахмет. Атбасым ағайынды көрейік, елмен танысайық дегендеріңізге барлықтарыңызға Алла разы. Құдай қаласа жақсы болсын. Шын барлығын келгендерді көріп, танымағанда ағайындар таныс болдыңыз. Енді ренжіместен бір жерін айтып кете берейін, мен сақ көп шықтыңыз ғой. Мына маған айтып тұрмын, ауылымыздың қазір жерімізбен ақша қалды зейбеттен көргеніміз 85-те жасы. Кейін бір жеріне кетер, мен жекет жасым, мына басына айтайын көргеніміз. Жаңағы осы шежірі бойынша Абдықайым Асылбекпен бастаған Үрпанның осы біз жақтағы орысша айтқанда старший жеміз базекең. Мына баламыз Асқар айтылдар қуанышты агенттікті көрсетіп жүреді. Мына Қаржау деген көкеміз осы ауылда неше жыл басыған болған. Мына қан болам айналып кеткен молайсың. Тағай деген көкеміз. Кешегі Абдықайым көкемдер Астанаға барып, Аршар Ахмет бауырым күтіп баға әкеңдер сол жерде Дәулет деген таныстыңыздар ғой, әнші. Сол кісінің әкесі, сол жігіттің Дәулет. Яғни біздің Сабыр деген ағамыз қазір Шежі деп айтып кетті ғой. Шежі біздің осы ауылдан келесідегі 16-шыда 4 жыл осы еңбектерін осы көкеміз жазған. Кешегі біз көкемді бастаған Шежіні жалғастырып отырып қой. Соның 90% осы көкемнің жазған мәліметтерінен алып, соны қазір толтырып жатырмыз. Көкемізде денсаулық болмайған, болмаса осындай отырған кісінің 80%-ында қан десе жүрегі ұрып тұратын ең патриот көкеміз. Көкем денсаулығына Алла шипа берсін, Құдай қаласа аяқ тұрып бізге басшы жүре берсін. Кейін Құдағай деген көкеміз кеше барды Өзбекстанға 80-лер көкеміз. Тәжірибе деген көкем бокста 40-амыз, пәжбіргеміз 80, кеше Өзбекстанға барған. Нұрман деген көкеміз. Құдағай деген көкеміз біздің осы ауылдағы пәтер ғой, тамыз өтетін пәтер көкеміз. Мына Ораз деген ағамыз осы ауылымыздың бас имамы, жаңа мешітте көрдіңіздер намаз оқыр кезде. Олай кетеді. Жабай деген ағамыз. Мына қазір Шежіге кеше рахмет көкеме біз басшы болып, осы кісі ауылдағы біраз жұмыс тындырып тастады. Өмірзақ деген көкеміз жаңа әуес деген қазір не болды да келе алмады оған, стадиондағы бар іс-шараларын жаңағы компьютер соны басқарып отыр. Негізі біздің командада болды екен. Сол кісінің атасы, әкесі. Мына Нұрекең жас футболисттер, Нұрмахан деген ағамыз, кеше Өзбекстанға барып келді білесіздер, ауырады. Сейфулла деген ағамыз, жаңа базарда көрдіңіздер, жаңағы кішігірім мәлімет дос көкеміз берді. Ералы деген ағамыз, ауылдағы жанашыр көкемдердің бірі. Нұрлан деген бауырымыз, осы іс-шараға Алматыдан Әлиге осы ағайындардың концертін келіп отырған жайы бар. Олай кетіп, Қанат деген бауырымыз, бұл да жанашыр Қанат десе, байлысы тиісті қызметкер азамат, Ораз көкемнің оң қолы. Қуаныш айтып кеттім ба? Ініміз Қуаныш, Асқардың әкесі, біздің ініміз, жаңа жасау. Ерсек?
Gelsin. Aldın mı? Okey. İyi tanıştınız. Mына қазір ең былайша айтқанда мына халық деген көкеміз. Кеше барды ғой, қолымыз көтеріп қойсын. Ораз деген мен нағашым. 90% қаңғылыса сол жерде жүреді көкеміз. Мен Марат көкем жақын емес. Мына Марат деген көкеміз қазір көке айтпай жаңа алып кету жоқ деп өмірсізге. Мына былай таныстырайын шеттен. Нұржан деген Сауыр көкеміздің баласы, ол да жаңа жыр патриот ініміз. 2023 жылы сайлау болды бар білесіздер, бүкіл Қазақстан бойынша осы ауданның мәслихаттың депутаты өзіміз осы жерден әйтеуір ел көп, халық көп, ағайын көп. Бірінші біздің ауылдан шыққан жас депутатымыз, жас маман, құда қалас жұмыс істеп отыр. Мына Сапарбек деген білесіздер, қазір қаржылық компаниясы бар, жаңа дәмханасына барып дәмді ұстаттыңыздар, рахмет інілерінің бәріне, осы қызметтегі азамат інілерінің Ғалымбек деген інім, ол да жаңа көкемдерге барып қос кетті. Біздің мектепте мұғалім, өзімді азамат. Нұржан деген әрбатты көкемдерді айтып келді, кәсіпкер жігіт. Қағылдысы жұмысын қойып, рахмет балдарға. Солай кете береді. Арқып деген бауырымыз танисыздар. Ассалаумағалейкум. Олар бір тез айта береді. Досым, адвокат осы аудандағы адвокаттар алқасының төрағасы. Асылжан. Астанадан көке қайын болады деп хабарласып, Атабай көкемді қазір таныстырып, көкеміз бірге алып келіп отқан рахмет айналып кетеді. Бақытжан деген білесіздер, біліңіз, Киевтағы ағайымыз. Қағымды болсын, ағайындардың жиын болса келе береді. Молодец. Қазір ішіп жатқан, ішейін деп жатқан командарымыз осы балдарымыздың производствосы, өнімі. Ғани деген ағамыз, ауылдың азаматы, Мұхаммед Желдай көкем ағаларымыз, Төрехан деген ағамыз. Мен Мұхашты үйренген Мұхаммед мен ағамыз, кеше жиындарды демелеп қайтар атсалып жүреді. Тірлаға деген көкеміз. Патриот ағамыз. Атабай деген жаңа көкемді айттым ғой. Астанада тұрады қазір. Әлеге жақсылап танысыңыздар. Шайға шағып тұрасың көкемді. Патриот көкеміз. Жаңаш деген көкем. Жарылқасын көкеміз. Ауылдамалада рахмет осы көкемден арқасында тұрады достар. Манарбек деген көкем келіп отыр. Абайдан рахмет көкем. Бұзақ болды. Басқа қызметтегі балар қайда? Манарбек, Сапар. Тамақ алып бере бересіздер, шықты. Өлеге, осы қағым неғып қалдыр, басын қосып, сол жерде жиынған барып тасқаларыңыз бар. Сол жерде ар елді мекеннен төрағаны ақсақалды сайланған. Ақсақалымыз көп, Абдықай көкеміз сайлағанымыз көпше, ал Өзбекстан бойынша Ореке төраға Бердалы көкеміз ақсақалды сайланған. Ореке өздеріңіз танысып жер басқа жаға. Еркін. Көкемдер таныстың мы? Таныстың мы? Ассалаумағалейкум. Құрметті қан иелері, сіздерге міне Наурыз мейрамы құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Міне Еркін тамырым ініміз, бауырымыз бүгінге нәсіп болған екен. Өзбекстаннан шақырып алды. Міне Астанада, Алматыда, міне Шымкенттен мейрамханаларын бәрін таныстырып өтті. Еркін, сізге үлкен рахмет, бас болың.
Balaşan kızını görüp жүрген келіні. Міне көрмеген ағаларды көрдік, інілерді көрдік. Рахмет. Осы біріміз көріп, танысып, бірімізбен бас керіс болып жүрсек, өте орынды болады. Міне өзіміз сіздерде болды, Қазығұртта болды, болды Өзбекстанда, Жамбыл ауылында болды, өздеріңіз көп болдыңыздар. Bir-birimizді басын қосып, құрмет ізет қылып, bir-birimізді осындай бір-бірай шаймен құрмет ізетте болды. Сіздерге үлкен рахмет, дендеріңіз сау болсын. Бұл жерде міне Жамбылдан көшкен Алматы, Астана, Шымкент бәрі таныстырып өтті ертең. Енді бір жерде аз кешкегендер таныстырып өтейін. Жамбылдың мен қалың жігіті Яхия Көке. Мен өзім Рүстем Орынбек, 61 жыл туылғанмын. Сол Қаңғайында туылып өсті. Сөйлдің жігітімін. Әзір ертең таныстырып өтті, сөйлдің төрағасымын. Кейінгі өзіміздің Сапарәлі деген жігіт, бұлар Қазақстанда өзіміздің Өзбекстанда мәдени орталықта қызмет қылады. Осында қазақтардың көргі әдеті, басқа тілектерімен өзімізден Қазақстаннан барған қазақ ансамблі болады, концерт болады, тамашалар бар жатыр Қазақстаннан. Соларға бас болып жүреді. Сол үшін келген көкелер бәрін таныстырып өткен екен. Дендеріңіз сау болсын. Кейінгі отырыстарда басымыз қосып отыра берейік. Міне 80-81-ге бас қосып тойды өткізіп жатыр екен Наурыз тойды. Бұл жігіттерге үлкен рахмет. Дендері сау болсын. Аманшылықта осы ағайын басын қосып отырғанға осы жігіттерге үлкен рахмет. Астанаға қабыласын, Шымкентке қабыласын. Енді жылдардың ішінде ағымға бүкіл әлем ағымға қабыласының төрағасы Тұран Мұсылым ағамыз өзі қой осы ағайындардың қасын қосайын. Өзбекстанда Паркент ауданында 859 шаңырақ тұрады екенді ағылдасып сөйтіп бірінші осындай бас қосуды магия бастаған. Біз себептерден келе алмағайық, кеше бұғыз келіп отырған. Қазақ бағын рұға бөлінеміз, бүкіл қонақтардың бар бұлбашылық шағын отырған сұжақтарын деп арнайы кешіп сұрап сіздерге Дубайдағы сәлем жеткізді. Енді мен жаңағы айтып өтуім керек, Дубайға бар екен. Қызыл қиядамыз, Тауыза бүгіні Біржан Сайлағамыз барлық хабарларыңызға, кейін Біржан мемлекет қызметке ауысқандық орны талап етті. Келестен Сапарбек күніміз азамат деген қазір 80-80 осы сұжақта қызмет тұрады. Қазір келгенге таныстырып жатырмын. Бұл жақта қазір Асылжан деген ініміз осы ауылдың биі. Ол да себептермен келе алмай қалды, барлық қызметте болған. Шымкенттен Абтай Көке мен Асылбек Көке. Жамбылдан Мералы Көке мен Өлеген Көке. Құрметті ағайындар, мен жаңа төрт тамақ деген қол қойды. Bir şeyler söylediğiniz mi? O karşılaşıyor mu? Tamam. Sol estafeta kanun toylarlaşırsa, rahim jiyinda şekilde çıkıp, yerli eken özleri çağırsın, yerli görsün, ağıl görsün de bir sözleri bastıran. Kelesinde biz Şıkkent'e barıp, Navruz'a barıp qaytkan jayımız var, tanısın. Odan keyin bu yıl tastap, Öregen'de şakırtı buldu. Bilesizler Öregen, rahmet, 80 yıl azamат барғанбыз.
хабарымыз бар. Енді биылында білмеймін, алдағы адам келдіңізде негізі бұлай болмау керек бүгін, дұрыс түсініңіздер. Оны қараңыздар, бүгін халық істерімен танысамыз деп жиналды. Енді айтқызып болмайды да. Сәл тәртіп болу керек. Енді қазір төрағалық атамыз шығайық, сосын бұдан кейінгі не істейміз? Ашықта эстафета берілер ма? Жоқ, басқаша ұйымдастырамыз ба? Соны қазір бүгін ақылдасайық Абдуллаевқа. Дұрыс па жаңағы? Келешекті. Педема келешек жоспар үстеміз керек қой. Сосын үлкен ауқымды іс-шара басталған, білесіздер. Абдуллаевтың астына бүгінгі төрағалығын қазақтың бұл болған деген төр шежіресін, не ата шежіресін көгемеге бастаған. Соны қазір біле қабылдарыңыз бар, Өзбекстан 100%, Қазығыр 100% түсіп қойған. Қазір ақсабаттар біздіз. Оны айта кетіп айту керек ол болатын мәселе. Соны мен өзім ойым қазір мен төрағасы шақ шығарсам. Сөйтіп келешекте не істейміз? Соны өзіміз енді білетіміз, өзіміз айтамыз. Арқылы естіріпті жалғасар ма, жоқ, басқаша айламыз білеміз, өзіміз айтарсыз. Кейін отырсыздар білу керек. Ал кейін тағы білесіздер, былтыр күз айында бүкіл естімастар ма? Былтыр күз айында бүкіл тағылдар Қазығұртта кеселерімізде ас берілген. Ол кезде ар-ду 100 мыңнан тастағанбыз, хабардарыңыз бар. Сол жиыннан кейін құрмет төрағамыз жаңағы Тұран Рүстем қой, ұят болады. Өзіміз ақырында төрағамыз өзіміз деп тұрған екен, биыл 2025-те өзіміз істейміз деп сол жерде біз хабар айтқанбыз, хабардарымыз бар. Ол да ауқымды іс-шара. Соған да дайындалуымыз керек. Қазір біздің алдымызда үлкен екі міндет тұр. Біреуі шежіре толықтыру, сосын келесі асқа дайындалуымыз керек. Соған барлықтарыңыз өтініш істедім, бір кісіге қабылсаңыздар. Рахмет. Аптар өзіңіз бір.
Bunun üstümüzde ben mesela ilk adamda videonu yedik alalım. Her şeyde karşılıklı olmuştu. Son sadece resimde soğuklar Altay Şemnal. Ulusal olmalı dedim. Adamı dedim bu. Çok tuttum olsun. Yedik adamlarına olacak edebiliriz. Benim vasıfım olan bu sevgiye görüşmeye şişe bakarak ilk olarak soğuklar Verdiğimiz devlet sağ olsun, karşılık edilmesi meselesi. Önemli. Sonra bütün Kızılca yerine gelince çok oğlumuz var. Canaklı, Tümen, Alman, Oğuz köyü. Sokağımız gayet şiir. Bizde ata-atalarda görgümüz savcımda Ömürбек Көкем Мұса деген екеуі ағайынды. Ömürбек Көкемнің баласы Пендебек бір кітап алу мүмкін. Алдары қосылса. Мұса дегеннің бір кітап алады деп біз сөйтіп шешіп отырмыз. Сонымен бізде 40 кітап шығарады. Егер де Пендебек бір кітап аламын десе, Бақтияр бір кітап аламын десе болса, сонда сені қосыласыңдар. Сонда бізде 40 емес, 80 болуы мүмкін. Мысалы үшін біздің Құрандықтардың әулетінде Жидебай Көкем әулетінен мүшір бір кітап алса, үлкен баласы бір кітап алса, соны 2 кітап деп есептеп отырмыз. Сол сияқты мына Мергенбай Көкем әулетінен мысалы үшін Ауасат бір кітап алса, Ауасаттың Усман Көкемнің баласы бір кітап алады деп отырмыз. Әулетінде әрқайсының баспасында кітап керек жоқ па деп ойлағанымда сонымен бізде 40 кітап шығып жатыр. Ал енді мысалы үшін кітаптың санын бізден сұрайды, қанша кітап шығарамыз деп. Қасымбек дұрыс па? Сұрайды. Соған біз әрқайсымыз өзіміз міндетті түрде біздің Қырғызстаннан қанша кітап алатынбыз, соны атырап беруіміз керек. Мысалы үшін Жамбыл қанша, мынау Қамағет қанша, Шымкент қанша, соны бәрін шығарсақ, сонда біз ақылға бере аламыз, қанша кітап шығарамыз деген. Ал енді біздің Қырғызия ата-аналарға уақыттан алынса да кітаптың бағасы 6 теңге. Сіздер білесіздер оны, біздің Қырғызиялықтар сәл білмейді. 6 теңге. Сосын үшін мына кім? 5.000 теңге беріп қойды, 1000 теңге берсе бір кітап алады. Сосын үшін Садық 3.600 теңге беріп қойды, 2.400 теңге бір кітап алады. Мүсірім 20.000 теңге береді. Ол енді 20.000 теңге ішіне қанша кітап алады, кімге береді, ол өзі біледі. Сол сияқты кітаптың бағасын түсіндірдіңдер ме мені? Біздің Қырғызиялықтар, именно Қырғызиялықтар, ата-аналар оны біледі, өте жақсы біледі. Ал не дейміз? Мынау шешімемізді Құдағына заман есе бітірейік. Мынау Яманы деген шешесі басқа ұлларда шығарған сол сияқты әлемі көркемді болсын, соған бәрін атсалысайық. Рахмет. Ұлы Отан соғысы кезінде де екі жақтағы войска тоқтай дегенде обед по распорядку іс өз жайымыз деген екен. Соның үшін астар қатылды, ас жеп алайық, содан кейін ортаға шығып төрағалар бір-бірімізге айтатын сөздеріміз бар, ішкі сыртқы саясат бар. Ең мынау сөйлесек, қазір тамақ жеп алсақ болады ма? Осы құрттарымыз басқанлары заманда еркін айтқандай 4 жыл болып қалды. Жақсы өте әдемі. Өзбекстанда да, Шымкентте де барлық жерде өтіп жатыр. Жақсы өтіп жатыр. Мына бірлігіміз жоғалмасын. Бірлігіміз жоғалмасын істеген тірліктеріміздің бәріне Алла берекесін берсін.
Ал енді жаңағы айтылып отырған мәселелердің ең келешекте бізге керектісі, жақын арада керектісі осы шежіре мәселесі болып отыр. Шежіре мәселесін көтерген кезде біраз уақыт болып қалды. Ал енді соңғы этаптарға, соңғы мәселелерге қаралып отыр қазір. Сол шежіренің барлығы жақсы жазылып бітірілсе, ортаға тастап, құрылған комиссия бөліп талқылап, кітап шығаратын уақыт уже болып қалды деп ойлаймын. Уже сол кітапты шығаруымыз керек енді. Сол барлығы елді мекендегі сталиннің айтишниктер, ағалар, жаңағылар кітаптерді тездетсе өтініш, сөйтіп сол кітапты ертеңге шығарсақ деген үміттеміз. Ол бастау үшін, шығару үшін ағалар дайындап қойған типография дайын, біздің күтіп отыруға. Тек қана біздің тәлеміміз қалды, ертеңгі соны бітірейік. Bir adam өзі бітіре алмайды, осы жерде сайланған ақсақалдардың қызметтері кішкене ауырлау болуы мүмкін соңында. Бірақ бітіріңіздер, өтініш бітпей қалған елді мекендерді айтып отырмын. Сол бітсе, Құда қаласа типографияға беріледі. Әуекең айтты, дайын ол жер, бізді ғана күтіп отыр деді ғой. Істеріңізге берекесі берсін. Әр уақытта жақсы кездесейік, тойда кездесейік, осындай жиында кездесейік, жиында мәселелерімізді шешіп алайық, төраға ауылын болайық, барлықтарымызбен бірге болайық бәріміз. Мынау Биям ағай бауырлар, қош келіпсіздер бүгін. Мына бүгінгі бас қосуымыз барлығымызға қайырлы болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын бірінші. Мына барлығы бейбітшіліктің тыныштықтың арқасы оның барлығы. Бірінші байлық денсаулық барлықтарыңызға ең адамға керексіз денсаулық тілеймін. Мынау ағайын айында жекжат соңында кездесуі жат болады дейді. Мына жылда кездесіп, бір-бірімізбен көрісіп, қамсырасып, араласып жүрген 2 жылдан берген дәстүріміз бүгінде біздің ауылда жалғасып жатыр. Осы дәстүріміз жылда жалғасуы бәріміз атсалысайық. Құда қаласа келесі жылдарда осы дәстүріміз жалғаса берсін. Мына әсіресе болашақ жастарды көріп, жастарымыз бір-бірімен танысып білсін деген мақсат біздегі. Осы жастар жаңағы осы жастарымыз бір-бірімен таныса білсе, елден Қазақстан кең байтақ еліміздің түкпір-түкпірінде бір-бірімен кездескен кезде бір-бірі таныса, бір-бірі қолдаса деген мақсат қойылады. Орысша орынмен істеген осы шетке шыққанда Шымкент Өзбекстан енді бөлегенмен біздің осы Шымкентіміз басқа жаққа Астанаға Алматыға барған кезде шымкентский болып жаңағы сразу бір-бірін қолдап кетеді. Ал енді өзіміздің қауымы, Биям қауымының ұрпақтары бір-бірімен еттен тырнақтай қойып, сол бір-біріне қайырлары болып, бір-біріне қолдап, бір-бірлеріне мейірімді болуларын Алла нәсіп етсін. Мынау ақсақалдарымыз, Батырбек ақсақалдарымыз аман болсын. Осы кісілердің арқасында жаңбырменен жер, батырменен жерге бөліп деген осы кісілердің батасының арқасында осындай үлкен дастархан жайылып жатыр. Осы кісілеріміз аман болсын. Артына ерген біздер аман болайық, біздерден кейін арқамыздан өкшеміз басып келе жастарымыз болашақта жарық, дендері сау, өмірлері ұзақ болсын. Мына шежіре мәселесі бойынша да мынау біздің ауыл үлкен ауыл, соның біраз жұмыстар атқарылып, Құда қаласа осы флешка дейді ғой, жаңағы кішкентай саусақты нәрсеге енгізу ғана қалды. Құда қаласа соны енгізсек,
ана кітап шығаратындарға тапсырамыз, құдай қаласа, қолдай бұқталар. Билейміз тағы, қош келіпсіздер. Бұлайды тағы кездестіріп, көзіміз, екі көздейді ғой, бір көз тұрайық. Бүгінгі бір-бірлерімізді танысып жатырмыз. Жүздің бірінші бірдің атып жүрген. Біріміздің аттарымыздың естерімізді шығармай, әрқаша кездескен кезде жақсы, ағайынды, бауырдай, араласып тұрайық. Осы отырысындағы жұмыс болсын, деніміз сау, еліміз аман, аспанымыз ашық болсын. Ағайын туысқандар, міне бүгін біз Амангелді елінде Наурыз мейрамында отырмыз. Барлықтарыңыздың наурыз құтты болсын, үйштеріңіз аманшылық болсын. Барлық жақсылық болсын, наурызда теген болсын, дені бастарыңыз сау болсын. Ағайындар аман болыңыздар. Сол аттан сөз берейік. Ильяс ағамыз. Сау болың құлығына. Мақсат деген ағамыз. Сіздер қуаныш көргеніңізді. Айдос деген бауыр. Одан кейін Жарбеш деген бауырымыз. Дәулет деген ініміз. Сіздерге қызмет қылып жатқан мына Сүндет деген ағамыз. Оның қасында Пердебай деген ағамыз. Осы жерде қызметте жүрген ағайындар. Жандос деген ініміз. Осы жерде неше күннен бері сіздер келеді деп қызметте жүрген. Тағы да келгендер болса, тағы да таныстыра береміз. Сіздерге ас ұсынып жатқан біздің Өмірбек деген ағамыз бар, осы жерде жүр. Бүкіл дастарханның қамын сол кісі жасап жатыр. Алла разы болсын баршаларыңыздан. Ассалаумағалейкум. Сапарәлі Күмісбекұлымын. Мен қалалы Қожамберді ұлымын. Ташкенттен келіп отырмыз, Жамбыл ауылының қанды енді. Әз наурыздарыңыз құтты болсын. Осы наурыз барлығыңызға қуаныш бақытқа келе берсін. Басты мәселеміз шешіле отыр екен. Осы шешіле құдай қаласа жарыққа шығарады деп жүрген осы ағаларымыз, інілеріміз, атсалысып жүрген осы кісілердің барлықтарына Алла разы болсын. Құдай қаласа осы бір айдың ішінде жарыққа шығады деп ойлаймын. Кейіпкерлерді құдай қаласа аман болыңыздар, сау болыңыздар. Қақылайды жасасын. Жақыннан келген ағайындар, туғандар, бауырлар, мынау келген адамдар бүгінгі наурыз мейрамының құтты болсын барлығымыз. Әрдайым той болсын, қызметін балы шағаларымыз қызмет етіп жүре берсін, солардың қызығын барлығымыз көре білейік. Мынау бауырды бір-біріне қосатын төргі екі көз дейді. Екі көз бір-бірінің күніге көріп тұрса, ол бауыр екен. Екі көз бір-бірін оңайда бір көріп тұрса, ол сәтті болады екен. Өйткені ананың реңі сәт есіктен шығып кетеді екен. Сол үшін әрдайым ойын күлкі болып, көзіміз төрт, көзіміз түгел болып ойнап күліп жүре берейік. Бастарымыз қосыла берсін. Ендігі жылы Құдай қаласа осындай нелерде ойнап күліп жүре берейік. Ертең Құдай қаласа кітап шығады ғой, сол кезде жиналамыз ғой. Сол кезде хабарын айтайық. Сол кезде айтамыз да, тағы да солай қалай болады. Рахмет. Тек қана мейрам емес, бүкіл қаланың қауымдастығы қатыссын. Көп жүргенсін, өзінің тілек басшы. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, ағайындар. Жиналып отырғанымызға қуаныштымыз, өйстіп әрдайым басымыз қосылып, бірлігіміз ажырамасын, жылдан жылға қосылып,
ағайын бір-бірімізді тани берейік. Құдай қаласа, жаңа шежіре кітабы шығады деп жатыр. Шежіре ол кітапта шығады. Енді сол шежіренің бәрін 100% жинақтап, Қазақстанда үлкен Тумалас деген сайт бар. Енді сол Құдай қаласа шежірені осы жерде отырған біздің балаларымызды соның барлығын Тумалас деген сайтқа кіргізіп қойып, Құдай қаласа осы кітап шықсын, шығып болғаннан кейін сол Тумалас сайтына енгізуге кірісеміз ары қарай. Құдай қаласа кім Қазақстан қай жерде жүрсе де, сайттың ішінен өзінің кім екенін қайта шыққан сол жерде де табады. Кітап үйінде де тұрады, және де сайттан да барлығына көре береді. Жақсы бірлігіміз ажырамай жүре берейік. Жақсы рахмет. Енді қазір шежіреден кеттік қой. Соңғы үлкен жиналыс әуез деген үндісінде болған. Бүгінде келген сол жерде біз шежіре мәселесіне талқылап болуын ойлаймын. Тұлғалар бойынша жаңағы мен ағайындарға еңбек сіңірген ағаларымыз бар, інілеріміз бар, еңбек сіңіріп жатқан қарындастарымыз бар. Оны да жаңағы сол жерде біз келіскенбіз. Категория білесіз бе? Мысалы, білім саласы бойынша директорлерден бастап жазу керек. Білім саласы бойынша. Мәдени саласы бойынша облысқа еңбек сіңірген болса, ол тартып болмаса, ол бары кіргісіз келеді. Ол табиғи нәрседен. Спорт бойынша, мысалы, ой бес балалы дейміз, ол қазір оның несі өліп кеткен, белсияда. Оның да жаңағы Қазақстан чемпионатына қатысқан жүлдегерлер кіреді. Арқылы ясно, Европа, Олимпиада, Олимп деген. Шим бойынша мысалы. Военный, пожарный, прокуратура, министр деген. Оларға қатпал көмектен жоғарымыз. Мен солай келіскен. Сол дұрыс деп ойлаймын. Неге десеңіз, бізде қазір Құдайға қамына шүкір көп осы салада қызмет етіп балалар. Мектептер директор айтуда еңбек саласы бойынша Союзде білесіздер еңбек ері ол міндетті түрде кіреді. Сосын Ленин ордені болу керек. Ленин орденінің дәрежесі почти ол еңбек ерінің қатысты балалар болған. Ал онда соғыстарда келіп обязательно Құдай қаласа атамыздың әкесі соғыстарда келіп болған деген мәлімет бар. Оған қазір біздің Россияға жібересіз бе, біз вооруженный силы. Келді ма? Келін қыздар да келу керек. Не қарған қыздары еңбек істеген мысалы тұрса ауылда ұлыс деген кәсіпкер қарындастарымыз, әпкелеріміз бар. Үлгі қарындас ол кісі кәсіпкер. Қазір енді демалып жатыр, болмаса міндетті қатысатын еді. Сосын қарындасымыз бар. Оны кіргізіп жатыр, біздің осы келесі бойынша тұлғаға жауапты жаңағы Нұржан деген бауырларымыз. Енді солай болған дұрыс қой, дұрыс па? Бізді дүниеге әкелген аналарымыз. Маргарина дейтін алтын алған аналарымызды обязательно кіргізсек деген ұсыныс. Бізде біздің Қызылқияда 7 осындай аналарымыз бар, соны біз бәрін жібердік Қарабейге. Дұрыс па Қарабей? Осыны ендірсек қалай қарайды жұрттар? Көкеміз бастап көргенбіз. Көкемдер айтқан екен, Союз кезінде 10 бол керек болған мат келеді. Қазір егемен алған екен 7 босаған адам ол үшін мат берейін. Басқа кім қожатын азаматтар болса дейін микрофон. Ағайындар, бүгін осы ауылға келіп, Наурызды тойлап отырмыз. Барлығымызға құт болсын. Мына жерде мен ойлап отырмын, барлық ауылдың үлкенді, кішілері бәріміз осы жерге жиылып отырмыз. Соның үшін мына жерде бұлай шежіре мәселесін талқылап жатырмыз, соның басқасында жүрміз. Мысал келтіріп айтайын деп жатырмын ағайындар. Кешегіден біз ең ақырында осы ең ауыр зонаға барып талапқанбыз ғой, давай сендер
берді. Осы ауылға келді, сол кім келді дегеннің өзінде жиылды. Сол жерде ішкі мәселелер талқылады. Содан кейін Базарбай көкемен жаңағына бір көкеміз жақсы бір мәселені көтерді. Шежіре бір мәселе, жаңағы елге қызмет еткен тұлғалар, олар бір мәселе. Одан басқа ауылдың тарихы деген мәселе бар да. Әр ауылдың өзінің тарихы бар. Қай уақытта, қай ғасырда сол ауыл пайда болды, қай жерден қай жерге көшіп өтті, әзіргі уақытта саны қанша, сол туралы осы жердегі әзір қариялардан білгіміз келеді. Осы жерде айтсамда видеоға жазылады. Ертең тарихты жазбалақта осы материалдан пайдаланайық. Жаңағы кім Базарбай көкем айтып кетті, сол уақытта дейді біздің Жезқазғаннан Қарсақбай деген елден жаңағы Құдабай ақсақал датқа болған. Сол сияқты әңгімені қозғайық әзірден. Ол уже бізге сенде материал болады. Қалғанын рабочий порядке бұлай нелер алқалар мүшесі реттеп ала береміз. Білетіндеріңіз болса айтыңыздар. Мұна мен өзім білетінді айтайын, бағана кім Омарқұл көке. Көке, сіз Қошқар көке екеуміз көп сөйледіңіздер. Иә, микрофон без бір мәселені айтып атым, көке өтініш тыңдаңыздар. Бағана кім Омарқұл көкем айтып кетіп берген, өзі сол нәрсе келісілген еді. Біздің ауылдың тарихында ешкім мына уақытта деп айта алмайды, әлі ата деген атамыз өткен екен. Сол бүкіл ауылды сол ауылға көшіріп барған. Бірақ поэтапты. Мына жерге көшкен, одан мына жерге, одан мына жерге деді. Шамамен сол 150-200 жыл болған біздің ауыл болып қалыптасқанымызда. Бұл туралы мәліметті біздің бір құрметті Асылбек Болат ағай дегеніміз бар. Өзі тарихшы, өте бұл нәрсені жақсы зерттейтін білімді кісі. Амарттар әулеті деген кітаптың 9-шы страницасында жазып қойды. Содан енді осы ауылда отырып, осы ауылдың білетіндер базаге айтыңыздар. Білетін ағай болса соны естейік. Одан кейін жаңа қызық қиялықтар айтыңыздар. Соны қалыптастырып видеоға жазылады ғой. Ол соны анализ қылып не қыламыз. Қайсы көкеміз? Құрметті туысқандар, ағайындар, бауырлар, мынау Құдабайдатқан деген бізді сол Қарсақбай деген Жезқазған Қарсақбай деген жерден алып келген екен. Біздің бір бабалықта сол Қарсақбай болған. Ал жаңағы Құдабайдатқан деген кісі, мына кісінің мына шынды ағайын болғандар бабалар. Қазір сол жерде біздің Толабек деген бір кісі бар. Бар екен, әзір бабыр жоқ айтамайын. Майды болған меселер айтып, ол жерге шақырады, сөйтіп айтатын. Енді ойлағанда енді не айтам, мына шөбіресін, шөпшен батып ойлағын, сосын айтайын, неге бәші басқа. Соғастан келгенді болғыз. Бір Құдабай деген Құдабайда болған, Құдабай деген болғанда болған, сөйттен мен толқым, мен артық Құдабай. Рейстен 80-ге жақын қалды, Құдабай көкеміз. Бұл енді Құдабай көкем өзінің әкелерінің аталарынан естіген айтып отыр мысалы. Біздер қазақта білесіздер, ешқандай жазба не қалмаған, барлығы атадан балаға ауыз екі беріп келді осы күнге дейін. Олар мен де аталарынан естігемін. Енді Тағай көкеміз, Тағай ағамыз. Енді немелесіна, жек жатына, жүре жатына, келе ұрпағы деген мен де аталарынан естіген. Құдабайдатқанымыз. Құдабайдатқан Ташкентті атасы болған деп естейміз. Ал енді соны осыдан 50 жыл алдын мен атамның өз аузынан естіп, Қарсақбай, Жезқазған ауылының Қарсақбай деген жерден көшіп әкелген деуші біздің аталарымызды. Ана қалмақтар, мысалы Ташкент дәуірінде басқа болды ғой бір кездерде. Ана Ақтабар шұғырда Алғагөл Сомал деген кездерде. Сол кездерде біздің осы аталарымыз ол кезде әзірге де жаңағы 300-400 жыл болған шығар. Осы 50 болған шығар.
Соларды басқа болып арқа көшіп кеткен ғой. Жезқазған облысына бет қала жаққа. Сол жақтан осы бір ағайындар сол жақ ауып кетіп еді деп көшіп әкелген екен. Бізге естіген тайымыз сондай еді. Мынау ескі сүйек. Соның жақсы бауы, соның жайында сол сөйелді жайы болған екен. Ол 1300 Хорезм хандығында Ташкентте тақта болып, Ташкент, бүткіл Ташкентті билеп отқан. Сонда мынау біздің ата-бабаларым айтқан болған. Мынау Қызылсайға осы мынау келеске екі жаққа ең қалыңды бөлген екен. Сонда айтатын, мынау осы келесте жылқылардың бағы үшін. Мына екі келестің суын ішкен кезде әметте су тоқтайды деген ғой. Сондай жылқысы көп болғанда. Сол Абдыразақ кімнің әкесі айтты да, мынау сіздер де Құдабайды атқаның немерелері кезінде ғой. Ол Москвада диссертация жақтаған кезде сол жақтан оқып келген еді. Құдабайды атқаның естігенін бәрі. Сол 1350 жыл болмайым сол Хорезм хандығының қол астында болған екен ғой. Сен соны естігенмін. Құдабайды атқаның. Қойған жерін айта алмаймын. Той жебеді ма? Соя қойынша қой. Бірақ Қызылсайды кейін осы келесті анау ең қалғанды екіге бөлген екен ғой. Соны айтып отыратын. Амаратайым соны отасы ашып жүріп бізге. Біздерді шықшыда кейін осы жерде болған ғой. Құлыбайды атқа сол Ташкентте датқа болып, Хорезм хандығына бағынған ғой. Соның басында істеген екен. Біздің бүгінгі бағдарламамызда үлкен маза, бұл жерде бұл кейінгі шыққан маза, сөзге барып құран бағыштап деген нетіміз. Әдеге Сол үшін әңгімелер уақытта басымыз қосылып сізбіз бірге болмай, аман есебінен сіздер кәдімгі той қойған босап бізге біріміз барып тұрайық. Әрі ағайындымыз. Сол үшін барлықтарымыз отбасыларымыз аман болсын, әр уақытта жақсылай жақсылықтар шығармасын. Ойлап күліп, сіз бізбен жоғалмай ойлап жүрмейік. Ал мені бұлға қойып. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hürmetli a'yın
жас берсін, ұзақ өмір жас берсін, кетпес дәулет берсін, кең пейіл берсін, дастархандарына береке берсін, отандарың тыныш, балаларың аман болсын. Өсек, өнейік, жамашылық көрмек, қаңыл ата бабаларға жүзімізді қолда берсін. Амин. Аллаху акбар. Нөмір айтшы. Қандай нөмір? Өзім. Мен мынандай топ. Ағайындар, мынау енді өздеріңіз көргендей бағанағы қабірстан, ол енді ешкім білмейді қанша жыл болғанын. Ана табылған тастың өзі 400 жыл шамасында деп оқыды енді, сәл сауат жеткен балдар. Оның өзі төте жазуымен жазылған, кейінгі сол 21-ші жылдарда жазылған ба өрнесе енді, 100 жыл болған. Ал енді мына қабірстан, бұл енді 100 жылдан енді асқан қабірстан, бұл жаңа қабірстан. Оған баяғыда бір қыз қойылған деуші еді, біреге. Содан жаңағы ашаршылық кезінде, 30 жылдар ма, 28-де ма. Соған 100 жыл болған қабірстан, бұл жерде де біраз ата-бабаларымыз жатыр. Ағайын туыстар, осы ауылдың басқа да рулардың нелері, немістер де бар. Бір кездерде немістер де тұрды бұл жерде. Енді осы жерге жақсылап бір қари баламыз Құран оқып жүрсе. Иә. Достан дуа деген. Өте дұрыс. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Cami mumlara sağlıklarına ötkenlerde Allah'a rahmet eylesin. Kağanlar aman otağısı hatırlarını görsün. Rabbena atina fid dünya haseneden fil ahireti haseneden azabın. Tretий. Turama değil, turama tamam. Mar. Sabır kubiler aydadı. Bağana bir жақсы. Қазір var. Әзірес var. Анаге, алдына отыр. Birinci bir foto sessiya qilasiz. Sen yaqindayım. Bir foto sessiya qilasiz. Asqaydingizlar. Yaqinda o'tirib olsin. O'zlaring o'xshashlarimiz yo'q pa? Ma'lum sala berasizlar. Kasbiy nomerim gruppaga tashlab qo'yaman oldim. Qarang. Kel. Ata kel suratga oldim. Shirishak. Qaraymiz. 1-2-3. Qaraymiz. 1-2-3. Tak, ta'tiringizlar. Qaraymiz. 1-2. Men bulayda bir olay. Video olib oldi ya. Жоқ, ақсақалы, мына еркін бауырымыз, мен аңғала төрағасы екеу сөйлесін. Общий аңғалар төрағасы. Рахмет. Құда қаласа, елімізді кеп, уақыттарыңызды ажырап келгендерің үшін барлықтан семьяларыңызға жақсылық тілеймін. Осыған атсалысқан
Мына бауырларымыз бәріне үлкен рахмет айналайын. Інілерім, бауырларым, тапқан табыстарың тек қана жақсылыққа жаратыңдар. Мына басты мәселеміз танысу, ауызбіршілік қой. Ауызбіршілік жолмасын, бұдан да нығая берсін. Қай жерде келсек те айтып, мына миям қаңылы, оның ішінде миям атаның баласы деген достойны жүретін азаматтар болайық. Елге жанашыр азаматтар болайық, патриот азаматтар болайық. Мына өзіңіз бір. Ал бауырлар, мынау мейір көзі деген сөз бар. Міне Құдай қаласа қаншадан бәріміз келіп, біріміздің көзіміз түсіп, мейіріміз оянып жатыр. Кеше ғана біз 6-сы күні Астанаға барып келдік, оны қайталап айтып. Сол жерде 71-ші жылғы жігіттер осындай наурыз өткізді. Келмейді білесіздер, ол жақсы кешірек басылар, содан 6-сына депті, әдем өткізді. 71-ші жылғы жігіттер. Енді сол жерде үлкендер де болды, батасын берді, жастар қосылды, бірін-бірін таныды. Сонда айтпақшы болғам, жаңағы Дәурен деген баламыз енді. Ол да бар, жақсы сөйледі. Біріншіден, екіншіден айтты, қой, осы жерде 80 үй бар екен ғой, мен соны білмейтін едім деп отыр. Ол информацияның жоқтығы. Міне қазір осы жерде басымыз қосылып отыр, бала шағаның айтайық, мысалға сол жерде өздерінің шады бар, аралассын бәрі, бірін-бірімен неғысын. Ол бірін-біріне жәрдемі тимесе, ол ешқандай басқа, жақсынан басқа нәрсе болмайды да. Сондықтан мынау жерде өткізгенде көбінесе жастарды іске салайық. Мынау Әлішер деген бауырым бар. Жастарды көп сөйлеу. Иә, солардың несіменен 71-ші жылғар биыл өткізсе, ендігі жылы Құдай қаласа 78-70 өткізетін бұл. Келісті сол жерде. Мына жерге келіп тұр, ол 81-80 өткізген мен өте қуанып отырмын. Себебі соның бәрі біріншіден мына қариялардың батасын алады. Енді былайша патриотический сөз болып кетеді. Негізі бүгінгі күн ертең тарих. Соны естен шығармайық. Енді ең бастысы біздің жаңағы мынау бар істеп жатқанымыз сол кейінгі ұрпаққа өнеге болсын. Өнеге болсын. Егер біз бір ұрыс таласып анау болса, олар соны үйреніп жатыр, кейін ұрыс таласып кетеді. Одан гөрі, мысалға енді сіздер бұл жерде білмейсіздер қазақстандықтар. Мына Өзбекстаннан келгендер тардай шашылып кетті. Біреу Шымкентте болса, біреу Қазығұртта, біреу Түлкібаста болса, біреу Астанада, біреу Алматыда болса, біреу Теміртауда, Павлодар дегенде, соның бәрі мына осы басын қосып отқан біздер, сіздер. Табыстырайық. Бірін-біріне жәрдемі тисе тисін. Енді мынау бүгінгі айтатын болсақ, мына 81-82 солай ғой, балдар? Өте үлкен рахмет. Оның үстіне міне қазір жаңағы кім бауырымыз немеден күтіп алды ғой? Кіребес жерден күтіп алып жаңағы Сапар күтіп алды. Бұл да бір өнеге білген адамға да. Соны біз көрсе берейік. Анау ескенінен басқа, істегеніміз бір басқа. Білесіздер ғой енді жаңағы құс ұяда нені көрсе, шыққанда соны алады. Соны біз тәрбиелейік. Мынау басқа жағын тәрбиелеп жатыр. Общий айланып келгенде тәрбиелейік. Енді мынау көп адам сұрау беріп жатыр, кейін не болады, о болады деп. Міне біз қазір мынау Қызылқияның ақсақалынан сөйлесіп, Құдай қаласа, мынау кітап бастап қойғанымыз шежірені бітеді. Сәл ерте болса да, кеш болса да бітеді. Бірақ соның Құдай қаласа тұсау кесерін істейміз. Қазір орталық қосуға может, Қызылқияда олар қазғы өткеніміз ғой, кешеден басында болады. Бірақ соны істеген кезде кейінгі мәселені айтатын болды. Мысалға Қызылқия біз күтеміз дей ма, бірақ бұл нәрсені жалғастыра беру керек. Оның үстіне балдарымызды, небелерімізді алып келіп, бірін-біріне танысы өте жақсы. Қазір мына чаттарға қосып жатырмыз. Бірін-бірін танып, бірін-бірін жәрдем беріп жатыр. Бірін-бірі жаңа қолына жәрдем бермен ақылмен айтады. Мына жерде мына істе дейді. Өте жақсы нәрсе ғой. Содан мына айтпақшы болғаным, бірлігіміз кетпесін. Ол бірлікті істейтін мына қарияларымыз. Қариялар үйде нені айтып отырса, балдарын құлағын құйыла береді. Құдай қаласа соның іске ассын. Мынау үлкен ақсақалдарымыздың берген батасы тие берсін. Ең басты бәріміз ден сау, деніміз сау болып, Құдай қаласа кейінгі отырыстарға аман есен осы үйіндерді жиыла берейік. Амин. Сау бол. Басшы ғой, басшымыз осы бұл жер. Көке сөйлеп Allah razı болсын. Көңіл жақын екен, ұзақты ал ейлеме кеп қалдыңыздар. Көңілдің жақындығы, жол алыс болса алыс бола берсін, Алла көңілімізді ұзақ қылмасын. Сонша жерден келдіңіздер, елеп ескеріп шақырдуға ләббай деп. Алла разы болсын, қадамдарыңызға құт бітсін.
Отандарыңызға аман есен оралыңыздар. Кем кетікке разы болыңыздар. Бір-бірімізді сынап кететін емеспіз. Бір-бірімізді сыйлап кеп, құрметтеп кететін ағайындармыз. Құдай қаласа келгендеріңізге мың алғыс, рахмет, бір ауыз сөз делеп. Бақ қайда барасың, ынтымаққа барамын дейді. Мынау ынтымақ. Қандай бүгінгі күн ертеңгі тарих аталар айтып қойды ғой. Менде бір тағы бір ұсыныс бар. Алла қаласа алдағы уақыттарда бір осы өзіміздің атадан шыққан спортсмен жігіттердің басын бір қосса, спорт саласында жүрген жігіттер. Іскер азаматтар бір қосылса, лауазымда жүрген кісілер бір қосылса, жастар. Солай не болады? Іскерлік болар еді да бұл. Бір келіп немен бітпейді. Осы нәрсені жандандырсақ. Бір-бірімен тәжірибе алмасады, танысады. Мына жерге келмеген ағайын қаншама. Спорт саласында жүрген, іскерлікте, кәсіпте жүрген, лауазымда жүрген азаматтардың көбісі келе алмайда қалғандар бар. Бірақ алдағы уақытта сондайларды да бір ұйымдастырсақ деген менен бір жақсы бір кішігірім жақсы ой. Құдай қаласа бір-бірімізді қолдасақ, саусақ бірікпей, ине ілікпейді. Біз бірікпесек еш нәрсе болмайды. Біз көппіз дегенмен тағы болмайды. Тек біріксек, бірлік, ынтымақ жақсы. Алла разы болсын баршаларыңыз. Құдай қаласа ынтымағымыз ажырамай, отбасыларыңызда тек жақсылық болсын, ел аман, жұрт тыныш болсын. Ауданымыздың ең бірінші қари жігіті келіп отырса, кешіп бар Мұстафа деген өзі бір кішкентай тілегін айтып келіп тілеп атқан жер өзі. Өзіміз ініміз. Ассалаумағалейкум. Оны отырайық, қайрат етіп. Аллах тағала баршаларымыздың тілектерімізді қабыл етсін. Қаттырақ айт, қаттырақ. Баршаларымыздың тілектеріңізді Аллах тағала қабыл етсін. Аллах тағала қабыл етсін дейінші қосыламыз. Мұстафа, тілеп атқан жоқсың ба? Кетпес, дәулеттесін, кең пейіл берсін. Дастархандарыңа береке берсін, отандарың тыныш болсын. Мына қыбатқан қайыр инсандарыңды Алла тағала даргайында қабыл етсін. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilaha illahu alimul gaybi ve şehadeti huvarrahmanurrahim. Huvallahu allazi la ilaha illahu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقصى ورزقك Barın otan tış ballarına aman bolsun. Navruzdan bala şağızdan tez oynaklık jete bereyim. Birligimiz жақсы болсын. Hoş geldiniz. Rahmet.